Сәлем достар, бүгін сендермен мен Асқар Нұрмұқасан және қазақша бейне сабақ арнасы. Анды бастайық. Бүгінгі сендер үйрететін сабағым ол қалай УСОС сайтына, УСОС әрине өздеріңіз сайттарыңызға, УСОС системасында өздеріңіз сайттарыңызға қалай категория ашу дейді. Қатар дейді ғой, қазақша айтқанда қалай категория ашу, орысша айтқанда сіздер көрсетемін қазір сіздерге. Қазір кірейін. Сосын бізге керек ол панель управлениеға кіреміз. Вход в панель управления. Сосын кіреміз. Мұнда тұрады бізде конструктор, меню, управление, дизайн, каталог файл. Каталог файлға кіресіздер. Жоқ, конструктор менюға кіресіздер. Сосын мұнда алып тұрады. Добавить, создать меню. Көріп тұрғанда создать меню басасыз. Сосын название меню. Мысалы, қазақша кинолар. Сосын сохранитті басасыз. Міне біздің менюміз ашылды. Категория десек те болады. Сосын өз сайттарыңызды қайтадан ораламыз. Сосын конструкторды басып, включить конструкторды басамыз. Сосын бізде конструктор қосылады. Сосын мұнда конструктордың жанында добавить блок деп алып тұрады. Соны басқан кезде бізге, мысалы, бірінші қалеген жеріңізге қоясыз, мысалы, мына жерге, қалеген жеріңізге қоясыз, мен мысалы мына жерге қоямын, оны атын жазасыз. Сосын, мысалы, жаңа қазақша киноларды жазып қойдым. Мұнда да қазақша киноларды жазып қойып. Сосын настройкасына кіреміз. Настройкасына кіргенде, мұнда жалып тұрады сайт менюс. Осыған кіргенде бізде жаңағы мұнда создать еткен менюмыз мұнда көрініп тұратын қазақша кинолар. Сосын оны басамыз, бізде қайтадан көрсен, демеңіз қазақша кинолар басып жібереміз, сонда өзінен өзі қойып кетеді. Сосын қайтадан конструкторы сохранить изменения деген басамыз. Көріп тұрғаныңыздай қазақша кинолар деген несі ашылды. Енді оған қалай кіруге болады деген сияқты. Сонда көрсетейін. Каталог файлға кіресіздер. Управление категориями, каталог файл, управление категориями, сосын добавить категория. Ашамыз название кинолар. Кино. Дисалейк. Мұнда сохранить. Сосын ит 2 деген жаттап қаласыз. Көріп қалыңыздар. Ит 2 көріп сойда. Соны жаттап қаласыздар. Сосын соны жаттап қалғансын қайтадан главное бас денеге кіреміз. Қазір кіреді панель управления. Сосын қайтадан конструктор меню. Жаңағы мұнда көрсеткендей жаңа қазақша кинолар дегенді басамыз. Сол кезде мұнда добавить пункт меню деп тұрады. Добавить пункт меню басамыз. Біріншіден жазылайық. Көріп скачать етіңіз. Каталог файлдар используем модуль деп тұр. Мұнда каталог файл деп тұр. Соны өшіріп, осыны копировать көшіріп аламыз. Окей деп басып, добавить пункт меню басамыз. Название кино. Бағана анда каталог файлда раздел категориямен соның атын бірдей қыламыз, кино деп. Сосын жаңа көшіріп алған URL-ымызды мұнда әкеп қоямыз. Оған load жаңағы жаттап қалыңыздар дедім ғой, ит 2 дегенді, соны 2 дегенді мұнда әкеп қоямыз. Сосын переменить, сохранить. Енді обновить етейік сайтты. Көріп тұрғанызда қазақша кинолар дегенге кино деген категория ашылды. Бүгін сендермен мен болған Асқар Нұрмұқасан және қазақша бейне сабақтар арнасы каналға арнаға жазылыңыздар. Қош сау болыңыздар, аман жүріңіздер.